Күн өткен сайын әлеуметтік желі мен бұқарат ақпарат құралдары қазақстандықтардың эвакуациялануы, су тасқынының жаңа жағдайлары және табиғат апат құрбандары туралы көбірек ақпарат таратып бөлісуде. Олардың біразы жерлестерімізді құтқарып көмек қолын созса, ал қалғаны жағымды жаңалықпен қуантпай тұр. Жылдар бойы ерен еңбекпен салынған үйлер киелі босаға судың астында қалды. Сәуір айының 7-ші жұлдызы су тасқыны салдарына байланысты үндеуінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев былай деді: Барлығын қалпына келтіреміз. Ең бастысы азаматтардың амандығы. Тасқын судан зардап шеккен азаматтарға айтарым: мемлекет бірде-бір адамды ескерусіз қалдырмайды. Баршаңызға қаржылық және басқа да көмек беріледі. Материалдық шығындар толық өтеледі. Біз алапат су тасқынынан тиісті қорытынды шығаруымыз керек. Қазір көптеген үйлер мен ауылдар ойпатты жерлерде орналасқан. Оларға арналған арнайы салынған арықтар мен бөгеттер жоқ. Бірақ биліктің ерте болжамына қарамастан төтенше жағдайлар министрлігі жағдайды күрделі деп атайды. Қазіргі уақытта Қазақстанның жартысы су тасқыны аймағында және эвакуацияланғандар саны күн сайын артып келеді. Өкінішке орай апаттан зардап шеккендер де бар. Өткен аптада Ақтөбе облысында 10 жасар баланың еріген суға батып кеткен туралы хабар шықты. Абай облысында 4 адам жоғалып кетті. Ал тағы 2 адам Аягөз ауданы Қарағаш ауылында суға кетті деп есептелуде. Тасқынға байланысты көмек қолын созу үшін Түркістан облысы Сайран ауданы нөмірі 6-шы өрт сөндіру бөлімінен келген бөлімше командирі Бекжан Балданов дүниеден озды. Құтқармақ болып келген құтқарушыны ажалдан құтқару мүмкін болмады. Қайғылы оқиға сәуір айының 2-ші жұлдызына қараған түні Тайынша қаласында орын алды. Өкінішке қарай 46 жасында аудандық мекемеде жедел миокард инфарктінен қайтыс болды. Артында 5 баласы қалып, марқұм отбасына көңіл білдіреміз. Болып жатқан оқиғаға байланысты Қостанай облысының әкімінің орынбасары Арман Тарғынұлы өз ойымен бөлісті. Облыстың оңтүстік бөлігіндегі Торғай, Дәмді және Қабырға өзендеріндегі судың әлі де жоғары деңгейі сақталып отыр. Су тасқынының зардап шеккендердің барлығына көмек көрсету жөніндегі жұмыс жалғастырылып жатыр. Bir жылғы әлеуметтік төлемдер басталды, сондай-ақ демеушілік және гуманитарлық көмек көрсетілді. Бас аман болып дүние суға салынса да, көңілдеріңіз суға салынбасын. Қиын қыстау заманда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара білген қазақ игі жақсыға үміттенейік.